Ринат Жұмабаев, Давид Паравян, Аль-Бируни атындағы жарыс. Сонымен тура D3, патша E7 осы позицияны ұтуға мүмкіндік бар ма? Магнус Карлсон осындай позицияларды ерекше ұнатады. Шах, патша F8 және тура E4, әрине сіздер айырбастамау керексіздер. Атақты Капабланка ережесі. Позицияңыз нашар болатын болса, бірінші кезекте сарбаздардың санын азайту керек, бірақ фигураларды айырбастамауға тырысу керек. Былай C4, A2, A3, G7, A1, E4, F1. Патша E5, тура F2, тура C7, тура E2. Тура E7, тура A2. Көріңіздер ме? Оң жақтан да, сол жақтан да, артынан да қорғанады. Тура D7, тура E2. Патша D5, шах, және тура F2 мына сарбазға шабуыл жасады. Сарбазды негізгі орталыққа қойды. Әрине мынаны алатын болсаңыздар, онда E6 деген әрекеттің арқасында қиын жағдайға тап болуыңыз мүмкін. Патша F8. Тура D4, патша E7. Патша D5, F1. Тура C4. Ойынның соңында тураның белсенділігі өте маңызды. Әсіресе турамен болатын эндшпильді. Шах, былай шах, патша F8. C3, G7, E3, шах, A1. Көріңіздер, оң жақтан, сол жақтан, оң жақтан, сол жақтан. D3, шах, A1. Патша F8. Шах, шах, D1. Шах, 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 патша G7. A7 және патша F8 өткені мына байлау әдісінен құтылу. Шах, E8. A1, E6. Алдық, алдық. Шах, былай, шах, былай, шах, былай. Капабланканың ережесі жағдай қиын, соған байланысты бірінші кезекте әрине сарбаздарды айырбастау керек. D6, A7, шах, F7, шах, F7, шах, және осымен ойын тең аяқталды. Көрдіңіздер ме? Давид Паравян өте тамаша қорғана алады екен.